Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздерге иммунитетімізді жылдам көтеретін рецептімді ұсынбақшымын. Ол үшін бізге мынандай грецкий жаңғақ, мейіз және де асқабақтың дәні, сгущенка, сосын қолдың таза миоты қажет болады. Ал осы дәндерімізді майдалап турап аламыз. Қыздар, біз жаңғағымызды бөліп алдық. Енді осындай ыдысымызға саламыз. Содан кейін мейізімізді алып, бұны да майда бөлшектерге бөліп аламыз. Бірінші мейізді жуып алыңыздар. Өйткені мейіздің кірі болады. Қыздар, мейізімізді турап алдық. Енді онда ыдысымыздың үстіне саламыз. Бисмилля. Әдемілеп салып алдық. Енді осының үстіне асқабағымызды, мен асқабақтың дәнін бөлмеймін. Осылай салғанды жөн көрдім. Өйткені асқабақты білесіздер, асқабақтың дәні 10 түрлі ауруға ем. Сол үшін мен асқабақ тірілей саламын. Өйткені оның жаңағы құрамында дәрумендері көп болғандықтан оны ешқашанда бөлмеймін. Сөйтіп осы дайындалған массамызға енді осы таза миотымызды мен алып пока 3 қасық салып көремін. Қазір көлеміне қарай көресіздер сіздерде. Мен көлеміне қарап 3 қасық саламын, үлкен қасықпен. Қазір қанша грамм екенін мен описание бөліміне тастап кетемін, жазып. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Және де үстіне сгущенканы араластырамын. Миотымыздың үстіне сгущенканы жарты банкасын қостым. Сөйтіп осыны әбден араластырамын. Өйткені миоттың өзіне араластырайын десем, шамалы қоймалжың болып кетеді. Сол мен сгущенканы қоссам, шамалы араластыруға да шамалы икемді, ыңғайлы болады. Сол себепті сгущенканы қосамыз. Ал қыздар, міне біздің дәруменіміз дайын болды. Өте күшті болып араласты. Енді осыны күнделікті таңертеңгі шайларыңызға 1 шай қасықтан күніге жеп отырсаңыздар, иммунитеттеріңізді тез жылдам көтереді. Бұл біздің дәруменіміз жасталғамайды. Ер адамдарға, үлкен кісілерге берсеңіздер, иммунитеттері көтеріліп, күшті болып қалады. Және де осы мені рецептімді жасап көріңіздер. Және де мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Ас болсын. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Міне, өте күшті.